қойшы байұлын сахна төріне шақырамыз. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мынау қандай ғажап сәт, қандай ғажап күй. Мынау көңілдеген жарықтық гүлдейді, көңілдеген жарықтық қурайды. Осы Қанат ағаның көңілін гүлдеп отыру ішінде осында маңайында жүрген азаматтардың еңбек үлесі зор деймін. Әсіресе осы мектептің басшысы Сәуле апайға үлкен ризашылығымды білдіремін. Мынау сіз сияқты осындай азаматты танып, бабын тауып, баптап отырған, көңілін тауып, мен осы мектепке жиі келіп тұрамын. Мынау Қанат ағаның жұмыс барысымен әбден таныспын. Құлшынып жұмыс істеу үшін де оның артында сондай үлкен тірек керек, үлкен күш керек, үлкен қуат керек. Сосын мынау алтын жеңгем Қабырғаның қызы. Сіз ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, сіздерге енді ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын. Мынау қасиетіңнен айналайын, абай кәкім бір жерде өзімен іргелес жатқан Төлеңгіттің Меңдіяқ деген бие туралы бір жақсы сөз айтыпты. Сонда маңайында отырғандар, Құдай-ау, Абай аға, бұл бір елді басқарып отырған адам емес пе, сен сол туралы толық айтпадың деп. Сонда Абай не деген дейсіз ғой? Ойпырмай осы Меңдіяқ ат тізгінін тіз ұстаған азамат еді депті. Сонда қасындағылар, Абай аға, сіз осы азаматтың нақтап бағасын бермедіңіз депті. Бай, сендер сөз түсінбейді екенсіңдер депті. Ат тізгінін тізіп ұстау деген сөз қазақта өте ұлы ұғым. Бақ деген нәрсе кез келген адам басына қонуы мүмкін. Бірақ бағын басында ұстап тұру үшін Құдай тағала екі адам біріне ақыл бере бермейді. Ал ақылды адам өзінің аттың тізгінін қашанда тіз ұстайды деген екен. Мен өзінің бағасын айттым, турасын айттым депті. Міне бүгінгі Қанат ағамыз осындай азаматтың бірі. Құдай тағала бақ берген азамат, бағын басына ұстай алатын ақыл берген азамат. Қашанда маңдайыңыз жарқырай берсін. Қандай тамаша жұмыс істеген оқушылармен. Мынау адам деген өзіміз күрделі жаратылыспыз. Бізді тән, жан, рух деген мәселелер бізді қоршап тұрады. Бұл ғылымда қарастырылады екен. Тән, семантика, психика, неология деп үлкен ғылым ретінде бұлар тәпсірленеді екен, үлкен ғылым ретінде анықталады екен. Соның ішінде оны біз тән, жан, рух. Тән дегеніміз не? Біздің сыртқы қорабымыз. Ал жан тәнді ұстап тұрушы. Ал тән мен жанды орнынан тік тұрғызып тұратын рух деген мәселе. Осы рух деген мәселені біз бөлек қарастырамыз. Қазақтың сөзі, қазақтың дүние танымы, қазақтың ұлттық бітім болмысы лапылдап тұрған рух еді. Біз рухтан қол үзіп қалған шақтарымыз бар. Бірақ басы көрге қарап кеткен рухымызды орнынан жұлып алатын біздің келешек ұрпақтар. Ұрпақтардың алдында жұмыс істеу, ұрпақтардың бойына осындай ұлы дүниені сіңіру, ұлы дүниені тамыздық етіп тұтандырып жіберу деген енді үлкен жұмыс, үлкен керемет дүние. Енді мен жаңа сөзімде айттым, Қанат аға келіңіз, мынау көңіл көңілден су ішеді, соған қарағанда көңіл шөлдейтін болып тұр ғой. Мынау енді көңілдің бұлағы деген бар. Қанат аға туралы көп нәрсе айта беруге болады. Қасиетін айналайын, Қанат аға туған Торғай деген елге мың құлдық құрмет. Мен өзім мына Торғайды туған бала емеспін, бірақ тұрған баламын. Торғайдың анау 6 болыс арғын, 6 болыс қыпшақ, 1 болыс Найман елін түгендеп келіп осындай аға тапқан, осы кісіге бауыр болған азаматтың бірі едім міне. Сондықтан мынау сізге бір жақсы өлең арнайын деп отырмын енді. Көңіл суаты деген. Суат деген сөз түсінесіздер. Мынау қақаған, сынаған саршына аязда, мынау ауылда өстік қой бәріміз. Ауылда ортада жаңағы көлдің беті қатық болады, су алатын жер болмай қалып, мал сусындайтын. Сол кезде сол жерден барып үлкен кісілер ойық қояды, бір ойық болады. Бұны міне қазақ суат деп айтады. Міне осындай бізге суат болған үшін сізге үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Көңіл суаты деген өлең оқиды. Жаны жомарт баладай аңқылдаған, ал көңілің бұлақтай сарқылмаған. Өнер десе қоятын ішкен асын, ізденістен қашанда бір тынбаған. Тек өнермен бойына қан жүреді осы жолға арналған. Бар жігері ел дегенде үзіліп, емешегі жер дегенде сыздайды. Жан жүрегі шашылады әуені шаттығы боп, жақсылығы жасаған мәрттігі көп. Маңайына сиымды мінезімен ешқашанда ешкімге жаттығы жоқ. Титтей зәбір біреуге тигізбеген, жұрт жүрегін тербетер күйді іздеген. Ұстаздықтың өңілік қырсырына
салып кеткен ұлылар жүрдізбенін нәр тамызып кісілік өзегіне тисе дейтін бір пайдам өз еліне кіндігінен байланған отанның көл бұлағы орман тау өзеніне сонау бала кезінен арман қуып торғайынан ұятпен өз тардығып адалдығы маңдайын жарқыратып азаматқа жіберді айналдырып қонған шақта кейбір жан басқа бағы адамдықтан адасып ластанады одан аулақ ғұмырға ризамын жолықтырған өзіңдей жақсағаны өнегемен қазақы қанық ойға бастаса да жол тапқыш жолы қайда ал ағатай таң сайын биіктей бір өн бойыңды өптіріп абыройға талай бұлбұл әншінің бағын ашып жатсын ара қырлардан әнің асып жылдары шешіп қырандай томағаңда арманының ең асқақ шыңына шық. Мынау енді Қанат ағамен бір жақ әріптеспіз, аға бауыр жүрміз. Осындай ұрықты жұмыстарыңыз көп болсын. Мынау асығып кішкене дайындап алып келмедім енді. Негізі салып мынандай әдемілеп тапсырамын сізге. Асығыс болды да жаңа осылай шығарып алып келдім. Кештеріңіз көңілді болсын. 7-ші мектептің ұжымына үлкен ризашылығымды білдіремін. Осындай игі бастамаға, осындай кештер өтіп тұрса қандай керемет, адам демалады, адамның жаны рухтанады, шаттанады, шарықтайды. Осындай шаттанатын, шарықтайтын, осындай маңдайымыз жарқырап кездесетін биіктеріміз көп болсын. Абыройлы болыңыздар. Жанында жүр жас адам дегенде осындай жандардың барына мен осындай өмірімде бар болғанына мыңда бір шүкіршілік етемін. Сіздердің әрқайсыларыңыз жүрегімнің төріндесіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Құрмет, қошемет.